أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Құрметті момын мұсылмандар, құрметті жамағат, Алла тағала баршаларымыздың ниет тілектерімізді қабыл етсін. Қасиетті де ұлы болған жұма күндегі жасап жатқан барша құлшылықтарымызды, дұға тілектерімізді Алла тағала қабыл етсін. Алланың қасиетті үйі мешітке басып келген әрбір қадамдарыңызға Алла тағала сауаптар нәсіп етсін. Бүгін иншалла жұма уағызымыздың тақырыбы дұға, ғибадаттың негізі. Аллаға шүкір, мұсылманбыз, Аллаға иман еттік, Алланың бұйрығын шамамыз келгенше орындап жатырмыз. Сол орындап жатқан құлшылық ғибадаттарымыздың бірі дұға екен. Яғни тілек. Дұға сөзі араб тілінде шақыру мағынасын білдіреді. Ал шариғатымыздағы мағынасы пенденің Раббысынан жалбарынып сұрауы, тілеуін айтады. Дұғаның өзі адам баласы өзінің құл екендігін мойындау және өзінің Раббысына, жаратушысына жалбарыну ісі дұға құлшылық болып есептеледі. Дұға құлшылықтың негізі. Әдетте құлшылық сөзін намаз, ораза, зекет, қажылық сынды ұғымдармен ғана баламалап жатамыз. Шындығында да садақа беру, құрбандық шалу, зекет беру, намаз оқу, осыларды біз құлшылық деп жатамыз. Біле білсек, дұға ең негізгі құлшылық екен. Дұға, тілек тілеу, қол жайып Алладан сұрау, бұл құлшылықтың негізі екен. Бұған айғақ дәлел Абу Дауд Нұғман ибн Баширден пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам мына жеткізген хадисін білуге болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Инна дуаа хуал ибадату, сумма қараа удууни астажиб лакум." Дұға жасаудың өзі ғибадат. Сендердің Раббыларың маған дұға етіңдер, сұраңдар, сендерге жауап берем дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Келесі хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Ад-дуау силахул муъмин ва имадуд-дин ва нурус самавати вал ард." Дұға мұсылманның қаруы, қорғаны, діннің тірегі, аспан мен жердің нұры деді. Яғни тілек тілеу. Құрметті момындар, 24 сағат тілек тілесек, бұның ешқандай артықшылығы жоқ. Тек қана оның пайдасы ғана болады. Тілектің пайдасы қалай болады? Оны көп тілегеннің артықшылығы қалай? Келесіде біз иншалла айтатын боламыз. Құран-ы Кәрімде пайғамбар саллаллаху оларға "Құл ма яъбау бикум рабби лаула дуаукум." Фурқан сүресінің 77 аятын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жеткізді: "Егер құлшылықтарың, дұғаларың болмаса, Раббым сендерді неге бағаласын" деген. Егер құлшылықтарың, дұғаларың, тілектерің болмаса, Раббым сендерді неге бағаласын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы аятты айтып ескертті. Кейде дінге әлі келе қоймаған, дінді көп түсінбейтін адамдар жалбарынып сұраудың өзіне ұялады. Бұл оңаша қалып, бір өзі ешкімге білдірмей дұға жасауы мүмкін, бірақ бір кісілердің көзінше мешітке келіп дұға жасауға ұялыңқырайтын адамдар бар. Алладан тілек тілеу үшін адамнан ұялатын адамдар бар, Алла сақтасын. Бүкіл әлемнің иесі Алла тағалаға қай жерде болсақ та дұға, тілек жасау
әрбір құлдың міндеті. Бұл құлшылық. Имам Құртуби бұл аят турасында Аллах құзырында сендердің қадірлерің шамалы. Тек егер оған құлшылық етсеңдер ғана мәртебеге ие боласыңдар. Адамзаттың қадір қасиетін көтеретін амал құлшылық, яғни тілек жасау, дұға ету деп Имам Құртуби жеткізген екен. Аталмыш аят жөнінде Фатхул Қадыр тәпсірінде де осы мағынаны баян етеді. Яғни сендердің дұғаларың, құлшылықтарың болмаса, ешбір қадір қасиеттерің жоқ дейді Алланың алдында. Шынында да кез келген адам, пенде өзінің Раббысын мойындау үшін оған құлшылық етеді, одан тілек тілейді, оған жалбарынады. Бұндай ісі болмаған адамның әрине Алланың алдында қадірі жоқ. Вахаб ибн Мунаббих рахматуллахи алейх Тауратта Муса пайғамбарға алейхиссалам түскен кітапта: ей адам баласы, менің құдіретіммен серт сені пайда көрейін деп жаратқаным жоқ. Керісінше, сен менен пайда алуың үшін жараттым. Барлық жалған Құдайға емес, маған құлшылық ет. Мен саған барлық жалған тәңірлерден артықпын деген сөз бар дегенді жеткізеді. Шынында да қазірдің өзінде кейбір адамдар Алланың жалғыздығын білмей, әртүрлі нәрселерге құлшылық қылып кеткендер бар. Білместіктен неше түрлі нәрселерді Құдайға теңеп құлшылық қылатын адамдар қазіргі күннің өзінде бар. Бұрынғы кезде білесіздер, мұндай адамдар өте көп болған. Ғұлама Ибрахим ибн Адхамның өсиеті. Бірде бір қалаға барғанда Ибрахим ибн Адхам ол елдің халқы ол кісіден: біз қанша дұға жасаймыз, бірақ Алла Тағала біздің дұғамызды қабыл етпей жатыр ғой дейді. Сонда ол кісі мына өсиетті айтқан екен: сендердің жүректерің 10 түрлі амал салдарынан өлген. Ол амалдар деп мына амалдарды айтқан екен, 10 түрлі амалды. Расында сендер Алланы таныдыңдар, бірақ оның хақын өтемедіңдер. Алланы білесіз, бірақ оның хақысын өтемейсіз. Сендер Алланың кітабын оқисыңдар, бірақ оған амал етпейсіңдер. Иблиске дұшпанмын деп жар саласыздар, бірақ онымен достық мәміле жасайсыздар дейді. Алла елшісін жақсы көремін деп айғай саласыңдар, алайда оның амалдары мен сүннетін тәрк еттіңдер. Жәннатты жақсы көремін деп айтасыңдар, бірақ жәннат үшін әрекет етпейсіңдер. Тозақтан қорқамын дейсіңдер, бірақ күнәдан тыйылмайсыңдар. Өлім хақ деп айтасыңдар, бірақ дайындық көрмейсіңдер. Өзгелердің айбын ашумен әлексіңдер. Өз айып қателіктеріңді білмейсіңдер. Алланың рызық несібесін жейсіңдер, бірақ шүкіршілік етпейсіңдер. Араларыңнан қайтқан кісіні жерлейсіңдер, бірақ одан ғибрат алмайсыңдар деп осы 10 өсиетін айтқан екен. Шындығында да, құрметті момындар, бұл барлығымызға керекті, қазіргі уақытта барлығымызға қажетті дүние. Шынында да бір кісі қайтыс болады, біз барамыз, шығарып саламыз, туыстарына көңіл айтамыз. Сол сәтте мүмкін біраз уақыт тыныш болып, кішкене ойланармыз, бірақ келгеннен кейін қайтадан есімізге шығып кетеді. Осындай жағдайды көрген кезде әрбір адам тәубаға келіп, Құдайдың әмірін орындап, күнделікті құлшылығынан артығырақ құлшылық жасап, осындай істерден ғибрат алсақ, иншалла нұр үстіне нұр болар. Бұл жерде бір ғалым кісі бір елге барған кездегі ол елдегі адамдардың дұғаларының қабыл болмай жатқандығын айтқаннан кейін осындай мысалдар келтірген екен. Сондықтан, құрметті момындар, осы өсиетті де біз Алланың айтқанын орындап, жәннатты білеміз, жәннатқа баратын жолдарды үйреніп, жәннатқа не істесек бара аламыз, тозақтан не істесек тыйыламыз, осыны біліп, иншалла орындап жүрсек, Алла берсе сізбен біздің дұғамыз қабыл болады. Ең жылдам қабыл болатын дұға бар. Ең жылдам қабыл болатын дұға. Ол қай дұға? Дейтін болсақ,
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде келеді: "Ма мин абдин муслимин yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qala al malaku wa laka bimislin." Мұсылманның мұсылманға жасаған дұғасы қабыл болады. Мұсылман бауыры үшін тілек айтқанда, періштелер аумин, Алла саған да бауырың үшін сұрағаныңды берсін деп, періштелер сол мұсылманның тілегіне тілек тілеп тұрады екен. Әл-Бухариде келген хадисте айтады: ең жылдам қабыл болатын дұға тілек мұсылманның бауыры үшін жасаған жасырын дұғасы дейді. Бір бауыр мұсылман намаз оқиды, Аллаға сенген бір бауырың үшін жасырын дұға жасасаңыз, бұл ең жылдам қабыл болатын дұға екен. Екі дұғаның Алла мен адамның арасында бөгеті болмайды, тікелей қабыл болады. Ешкім оған кедергі болмайды. Ол қайсысы? Біріншісі жәбір көрген адамның жасаған дұғасы. Жәбір көрген адам, нақақтан біреуді жазалайды біреулер, сол адамдардың дұғасы бірден қабыл болады екен. Оны мазлум дейді, осылардың дұғасы. Екіншісі мұсылманның бауыры үшін жасаған жасырын дұғасы дейді. Көзінше емес, жасырын жасасаңыз, бұл тез қабыл болады екен. Алла субхана ва тағала қасиетті Құранда: "Валлазина жау мин ба'дихим яқулуна раббана игфир лана ва ли ихванина аллазина сабақуна бил иман ва ла тадж'ал фи қулубина ғилла лиллазина аману раббана иннака рауфур рахим" деген аят дұғаны келтірді. Мағынасы: олардан кейін келгендер, Раббымыз бізді және бізден бұрын иманға келген бауырларымызды кешір. Әрі иманға келгендерге жүрегімізге жек көрушілік салма. Раббым, ақиқатында сен өте мейірбан, ерекше мейірімдісің деп Алла тағала бір-бірімізге мүминдар дұға жасауды қалай жасау керектігін осылай үйретті. Біздің арамызда да әртүрлі жағдайлар болады ғой, мұсылман арасында. Неге мұсылмандар бір-біріне қалай дұға жасау керек екендігін Алла тағала Құранда үйретті. Бізді және бізден бұрын иманға келген бауырларымызды кешір деп сұрауды үйретті. Әрі иманға келгендерге, мұсылмандарға жүрегімізге жек көрушілік салма деп Алладан дұға тіледі. Алла тағала үйретті. Бір-бірімізді жек көрмейік, бір-бірімізді жақсы көрейік, бір-бірімізге мейірімді болайық деген мақсатта Алла субхана ва тағала осы дұғаларды бір-бірімізге жасауды үйретті. Әрбір мұсылман осы дұғаны жаттап алса, иншалла, періштелер ол дұғаға қайтарып, сізге де сол тілекті Алла нәсіп етсін деп тұрады екен. Құрметті момындар, бүгін біз мінекей осы тез қабыл болатын дұға жөнінде естідік. Енді біз осы уағызды амалға асыру үшін не істеуіміз керек? Осы дұғаларды жасау. Қазір отырып, намаздан кейін, намаздан бұрын қай уақытта қолымыз тиіп дұға жасауға мүмкіндік болса, өзіміздің мұсылман бауырларымыз үшін дұға жасап қойайық. Бірден амал жасайық естігенімізге. Мүмкін бір достарымыз емделіп жатқан шығар. Мүмкін бір достарымыз әртүрлі сында жүрген шығар. Сол бауырларымыздың Алла иманын қуатта, тура жолдан адастырма, өзіне отбасына амандық бер деп бір-бірімізге иншалла дұға жасап қойайық. Алла баршамыздың тілегімізді қабыл етсін. Дұға жасаудың әдептері. Имам Ғазали рахматуллах алейх бұл мәселеге қатысты Ихя Улумуддин кітабында былай жазады. Имам Ғазалиді білесіз, өте үлкен ғалым, көптеген кітаптар жазған. Соның ішінде Ихя Улумуддин кітабы өте үлкен кітап. Бұл кітапта көптеген мәселелер жазған. Соның бір бағыты дұғаға қатысты әдептерді жазған. Бұл жерде 10 әдебі бар. Соған иншалла тоқталып кетсек. Бірінші, қасиетті уақыттар. Жылдың ішінде Арафа күні бар. Арафа күні дұғалар қабыл болатын күн, құрметті момындар. Арафа бұл Құрбан айтының алғашқы күннен алдыңғы күнді Арафа күні деп атайды. Айлардың ішінде Рамазан айы. Рамазан айында дұғаның қабыл болатын күн. Білесіздер, бүкіл аспан есіктері ашылып, тозақ есіктері жабылып, жәннат есіктері ашылатын, шайтан жындардың байланатын айы Рамазан айы. Осы айда дұғаның қабыл болатындығын айтады.
Апта ішінде жұма күні. Осы күнді айтты. Жұма күні дұғаның қабыл болатын күні. Түнгі уақыт ішінде сәресі мезгілді айтты. Мінекей осы уақыттарда дұға жасау иншалла абзал болады, құрметті момындар. Екіншісі, қасиетті жағдайлар. Абу Хурайра, Алла өкісіне разы болсын, аспан есіктері Алла жолында мұсылмандар саптарын түзей бастаған шақта, нөсер жаңбыр жауған уақытта, 5 парыз намазға қамат айтылған уақытта ашылады аспанның есіктері. Аспан есіктері мұсылмандар саптарын түзеген кезде, нөсер жаңбыр жауған уақытта, 5 уақыт намаз парызына қамат айтылған уақытта аспанның есіктері ашылады екен. Осы уақыттардың қадірін біліңдер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам азан және қамат арасында жасалған дұға кері қайтарылмайды деген хадистерін жеткізді. Яғни құрметті момындар, бұл жағдайлар, қасиетті жағдайлар, мінеки осы уақыттарда жаңбыр жауғанда, мұсылмандар сап түзеп жатқан кезде, азан қамат айтылып жатқан кезде дұға жасасаңыздар, иншалла қабыл болады екен. Үшіншісі, дұға жасаған кезде қыблаға қарап және екі қолын көкке көтеру. Көкке көтеру деген қолды көтеріп тұрып дұға жасау. Хадисте инналлаха хайюн карим ястахи иза рафа ражулу илайхи ядайхи ай яруддухума сифран хаибатайн. Расында Раббыларың хай, тірі, кәрім, жомарт, пендесі қол жайса құр алақан қайтаруға ұялады деп жеткізді хадисті. Төртіншісі, биікте емес және бәсеңде емес дауыспен дұға ету. Дұға етудің тәртіптері бар, әдептері. Айқайлап жасау керек па, іштен жасау керек па, қалай жасау керек? Осыған дәлел келтіріп жатыр Абу Муса ал-Ашари, Алла өкісіне разы болсын, біз Алла елшісімен Мәдинаға келіп жеттік дейді бірге. Қалаға жақын келгенде адамдар тәкбір айтып, кейде біздің де арамызда кейде білмегендер болып жатады. Аллаху акбар, Аллаху акбар деп қатты дауыспен айтып жатады. Бір нәрсені көргенде, естігенде дауыстары көтерілді. Сонда пайғамбарымыз салсам, ей адамдар деді, сендер дұға етіп тұрған зат керең емес, ғайып та емес. Сендер дұға етіп тұрған зат сендердің мойындарың мен ат көліктеріңнің мойыны арасында, яғни тым жақын деді. Алла Тағала сіздердің жүректен жасаған дұғаларыңызды біледі және естиді деген мағынада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айғайлап дауыстарыңызды көтермей дұға жасаңдар деп үйретті. Яғни құрметті момындар, дұға жасаған кезде шектен тыс дауысты көтеру де дұрыс еместігін бұл жерден біз түсіндік. Бесіншісі, өлеңдетіп дұға етпеу. Дұға етуші, жалбарушы кейіпте болу қажет. Өйткені сіз құлсыз, жаратушыңызға жалбарынып жатсыз. Осы кейіпте дұға ету деді. Сондықтан мұсылман өз тілек дұғасына сай Құран және хадисте айтылған зікірді пайдаланған абзал. Өйткені онда Алла өзі үйреткен және пайғамбарлар алейхиссалам тілінен шыққан дұғалары бар Құранда. Көптеген дұғалар бар. Мысалы, Адам алейхиссаламның тауба еткен дұғасы, Аюб алейхиссаламның дертіне шифа сұраған дұғасы, Закария өзіне перзент сұрап дұға жасаған дұғасы, Имранның әйелі Мариям анамызды сұраған осындай дұғалар бар. Мінеки осы дұғаларды иншалла біліп, осы дұғаларды айтқан абзал деді. Құранда үйреткен дұғаларды. Бұл дұғалар қажет болған кісілер мешітке келіп, осы дұғаларды алып алуларыңызға болады иншалла. Алтыншысы, дұға жасаушының күйі. Дұға жасаушы байсалды кейіпте. Жақсылық сұрағанда құштарлана, жамандық сақтауды жалбарына сұрау керек. Құран-ы Кәрімде Алла субхана ва тағала не дейді? Уд'у раббакум тазарруан ва хуфиятан дейді. Раббыларыңа жалбарынып және іштей дұға етіңдер дейді. Осы тұста құрметті момындар, бізде мына Фатиха сүресінен кейін әминді іштен айтамыз біздің мазхабта. Абу Ханифа айтады, әмин Фатиханың аяты ма, әлде ол дұға ма дейді. Әрине ол дұға, Фатиханың аяты емес дейді. Егер ол дұға болса, онда оны іштен айту керек дейді.
Өйткені Алла Тағала қасиетті Құранда «Уду раббакум тазарруан ва хуффиятан» деген аятты келтіреді. Яғни Аллаға жалбарынғанда, дұға еткенде іштей жасаңдар деген аятты келтірген екен. Сондықтан құрметті момындар, біздің елде Абу Ханифа мазхабын ұстанғандықтан қай мешітте намаз оқысаңыздар да, егер дауыс шығарылып оқылатын намазға қатыссаңыздар, Фатиха сүресінен кейін амин дұғасын іштей айтқандарыңыз абзал. Жетіншісі, дұғасында бек тұру, қабыл болатындығына күмән келтірмеу. Суфиян ибн Уайна дұға жасауда еш қайсыңыз тыйылмаңыз, дұға етуді тоқтатпаңыз. Өйткені Алла Тағала жаратылыстың ең жаманы иблистің де Алланың лағнеті болсын дұғасын қабыл етті. Шайтан да Алланың құзырынан қуылған кезде Алладан сұрады ғой, білесіздер. Раббым маған қайта тірілетін күнге дейін кеңшілік бер деді. Сонда Алла иблиске расында саған кеңшілік берілді деді. Яғни Алла Тағала одан артық болған, абзал болған пендесінің дұғасының қабыл болатындығын бұл жерде айтты. Үзілмей, жалықпай, қолымыздан келгенше дұға жасаудың абзал екендігін жеткізді. Сегізіншісі, тілек дұғаны тоқтатпау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сендерден аспағандарыңнан және дұға етем, бірақ қабыл болмай жатыр деп айтпағандарыңнан дұғасы қабыл болады. Қайсы бірің дұға етер болсаң, Алладан көп сұрансын. Өйткені сен жомарттан сұрап жат тұрсын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алладан көп сұраңыздар. Өйткені сен жомарттан, яғни Алладан жомарт иесінен сұрап жатсың деп ескертті. Тоғызыншысы, дұғаны Аллаға мақтау және пайғамбарға салауат айтумен бастау. Тілегіңізді бастар алдын Аллаға мақтау айтып, Алланы мадақтап, одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтып бастау. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да дұға тілек жасаған кезде Алланы мақтап, одан кейін барып дұға жасайтын. Ал сіз бен біз Аллаға мақтау айтып, пайғамбарымызға салауат айтып, өзіміздің тілектерімізді жасап, соңында да иншалла салауатпен аяқтайтын болсақ, ол дұғаларымыз иншалла қабыл болады. Оныншысы, дұға етушінің ішкі жан дүниесі. Бұл дұғаның қабыл болуындағы ең маңызды жайт, жан дүние. Дұға ететін адам алдымен өзін жалбарынып, тәубе етіп, Алладан күнәсінің кешірілуін сұрап барып, одан кейін иншалла дұға ететін болса, ол адамдардың дұғасы қабыл болады. Өйткені адам баласында қателік көп қой. Алла сақтасын, Алла кешірсін, күнә көп, Алла күнәмізді кешір деп, қателігімізді кешір деп Алладан жалбарынып барып, тәубе етіп барып, иншалла сұрайтын болсақ, ол дұға қабыл болады. Имам Ғазали осыған қосымша айтады, келтірген әдептерден бөлек тағы бір дұғаның әдебі, дұға жасап болғаннан соң бетті сипау деді. Имам Ғазали ұлы ғалым, бүкіл әлем мойындаған ғалым. Кейде мұсылман арасында қолын көтеріп, бірақ бетін сипамайтын адамдар көрініс табуы мүмкін. Бұған дәлел мінекей Имам Ғазали айтады, дұғаның әдебінің қосымша тағы бірі қолды көтеріп, тілек жасағаннан кейін бетті сипау деді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұғадан кейін бетті сипағанына байланысты дәлелдер өте көп. Омар ибн Хаттаб, Алла ол кісіден разы болсын, риуаят еткен хадисте былай дейді: Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям иза рафа ядайхи фи дуаи лам яхуттахума хатта ямсаха бихима ваджха. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрқашан қолын көтеріп дұға ететін, бірақ бетін сипамай қолын түсірмейтін еді деген хадис жеткізді. Құрметті момындар, мінекей бұл кейде арамызда болған қолды көтеріп беті сипамай жүрген кісілерді көрген кезде білмей қалсаңыз, бұл дәлел болады қолыңызды көтергеннен кейін бетті сипауға. Ибн Аббас айтады, риуаят еткен хадисте, Алла ол кісіден разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Алла тағаладан тілеген кезде алақандарыңның сыртымен емес ішімен тілеңдер, және алақандарыңды жүздеріңе сипаңдар деді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан сөзі. Яғни Алладан сұрағаннан кейін
қолдарыңызды көтергеннен кейін беттеріңізді сипаңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйретті. Құрметті момындар, дұға тілек бұл шынында да әрбір мұсылманның шынайы ықыласпен жасайтын құлшылықтың бірі. Кез келген момын мұсылман өзінің жаны үшін, тәні үшін, өзінің бала шағасы, отбасы үшін, туысы үшін, досы үшін әрқашан жалбарынып дұға жасайды. Қабыл болатын дұғалардың қатарында қайтарылмай ата-анасының баласына жасайтын дұғасы. Өйткені ана шынайы ықыласымен, бүкіл жан тәнімен беріліп, баласы үшін дұға тілек жасайды. Әке де солай. Демек біз ата-аналарымыздың батасын, дұғасын көп алайық. Ал енді ата-аналар баласы үшін көбірек дұға жасасын. Оның аман болуын, тура жолда болуын, иманды болу үшін, адаспау үшін көбірек иншалла дұғада болайық. Және құрметті момындар, жоғары хадисте ең тез қабыл болатын дұға ол мұсылман бауырына жасаған дұғасы деп. Осы отырған барлығымыз бір-бірімізге бауырымыз. Осы хадис естігеннен кейін бірден осы дұғаларды иншалла жасайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кімде-кім бір мұсылман екінші бір мұсылманға жасырын дұға жасаса, періште жасап отырған кісіге дұға жасайды деп жатыр. Алла Тағала сенің өзіңе де соны нәсіп етсін деп тілеп тұрады періште жанында деп. Бұдан артық қандай құлшылық болсын, құрметті момындар. Сондықтан иншалла бір-бірімізге кешірімді болайық, бір-бірімізге дұғада тілекте болайық. Кейде шынында да бір мұсылмандар бір жағдайды естіп қалса, мысалы бір мұсылман ауырып қалды десе, соған дұға жасайды екен. Кейін жазылған кезде айтып жатады, пәленше ауырып қалғанда біз дұға жасап едік дейді. Естіп қуанып қаласыз. Ана кісі оны біліп те жатқан жоқ, Алла көріп тұр. Естіген кезде мұсылманның өзінің бауырына деген махаббатын, өзінің бауырына деген сүйіспеншілігін көріп риза боласыз. Алла Тағала сізбен біздің барлығымызға осындай мейірімділікті нәсіп етсін, ауызбіршілікті нәсіп етсін. Әрқашан бір-бірімізге дұғада тілекте болайық, құрметті момындар. Және адамдар көп дұға жасайды. Ол қабыл болмай жатыр деп, кейде адамдар күдіктеніп ойланып қалуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде келеді, дұғаның барлығы қабыл болады. Неге білесіз бе? Өйткені біз Алланың құлымызбыз. Алла Тағала біздің жаратушымыз. Біз жалбарынғанды Алла Тағала жақсы көреді және бізді кешіреді, қабыл етеді. Дұғаларда айтады, Аллахумма иннека афуун тухиббул афуа. Я Раббым, сен өте мейірімдісің, кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, кешір мен деп сұра деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйретеді. Пендесі күнә жасаса, оның кешірілімін Алладан сұраса, Алла Тағала пендесінің күнәсін кешіруді жақсы көреді деп тұр. Яғни Алла Тағала бізді жақсы көреді. Абай атамыз айтады ғой, махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті дейді. Алла Тағала мейірім, махаббатпен жаратты адам баласын. Әрине, егер бір шынайы дұға тілек жасақ, Алла бізді жақсы көреді және біздің дұғамызды қабыл етеді. Ал енді бұл өмірде көрмей жатсаңыз, оны ойланбаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, әрбір жасалған дұға қабыл болады. Бұл дұға иншалла ертең алдыңыздан қияметте әр жасаған дұғаңыз сауап болып, таразының сауап жағын басады екен. Өйткені бұл құлшылық деді ғой. Мінекей бүгінгі уағыз тақырыбымызда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, дұға бұл құлшылық. Адамның жүрегінің рахаттанатын кезі қай кез? Қашан ол адам, ол мұсылман өзінің Раббысын Раббым деп таныған кезде, өзін Алланың жаратқаны құлы екендігін мойындаған кезде, ол адамның жүрегі қуанып, оның істеген ісі, дұғалары, құлшылықтары қабыл болады екен. Бұл сенімнің үлкен шыңы, құрметті момындар. Алланы жүрекпен тану, Аллаға ықыласпен сену, бұл Алланың пендеге берген бақыты. Алла Тағала осындай иманы яқинді
шынайы иманды, шынайы сенімді баршамызға нәсіп етсін. Әрқашан құрметті момындар, бір-бірімізге көбірек дұға жасайық. Еліміз, жұртымыз аман болсын. Құрметті момындар, дінге келу, мешітке келіп жамағат болу сізбен бізді бөлмесін, сізбен бізді біріктірсін. Қайындай бір мұсылман болсын, бір-бірімізді жақсы көрейік, бір-бірімізді сыйлап, бір-бірімізге дұғада тілекте болайық. Аллаға тауба, Аллаға шүкір, иманды болдық. Мешіттеріміз көп, жамағат көп, Аллаға шүкір. Альхамдулилля, Алла тағала осындай ұлы үлкен жамағатымыздың бірлігін Алла нәсіп етсін. Амин. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар.